Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан осы десерттің рецептісімен бөлісемін. Бұл десерт сіздердің бар жоғы 5-ақ минут уақытыңызды алады және де өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңіздегі кез келген ыдысты алып жасай бересіздер. Мен осы ыдысты пайдаландым. Ең бірінші ыдысымызға қаймақты саламыз. Менде 20% қаймақ, 15-20% қаймақтар жарай береді. Жасай берсеңіздер болады. Үстінен қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы салдым. Екеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мен көлемін жазған жоқпын. Сіздер тәттіні қаншалықты жақсы көресіздер, соған байланысты сгущенканы азайтып, көбейтіп сала берсеңіздер болады. Екеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырып алдық. Міне осыны әдемі масса болды. Енді бөлек ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суға кішкене кофе салып араластырамыз. Үстінен печеньені қазір малып алатын боламыз. Үйіңізде қандай печенье бар, кез келген пайдалануға болады. Өзіңізге ұнаған түрлерін алып пайдалана беріңіз. Мендегі печенье осындай. Осы печеньені ыстық жаңа қайнап тұрған кофеге, суға бір малып аламыз да, жаңа қаймақтың үстінен қоя береміз. Міне, дәл осы печеньені пайдаландым. Бұл жерде тізіп қоя бересіздер ішіне. Барынша негізі печенье қаймақтың ішіне кіріп тұру керек, сонда жұмсақ болып шығады. Міне барлығын тізіп осылай қойып шықтық. Мен балаларыма өте қатты ұнады. Әсіресе тәттімен шай ішкіңіз келген кезде өте керемет екен. Міндетті түрде жасап көріңіздерші. Жасау жолда оңай, тіпті кішкентай бала да жасай береді. Осылай тізіп қойып шығамыз. Ал ашық жерлеріне печеньені сындырып, кішкентай жерлерін қойсаңыздар болады. Достар, менің каналымда өте көптеген оңай әрі қарапайым рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген керемет рецепттерді таба аласыздар. Алдағы уақытта сіздерге тағы да өте дәмді әрі қарапайым рецепттерді ұсынатын боламын. Сол себепті каналымды жоғалтып алмаңыздар. Міне барлығын осылай қойып шыққаннан кейін үстіне дәл осылай қалдырып қойсаңыздар да болады, немесе үстінен какао сепсеңіздер болады. Мен кішкене какао сеуіп жібердім. Және де 2 сағатқа қалдырасыздар. Мен бір түнге қалдырдым. Таңертең жұмсақ, прям күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, ауызға салса ериді. Баршаңызға ас болсын. Ұнап жатса төменге өз пікірлеріңізді қалдырып, видеоға лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат.